Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді аралары қабат-қабат болып шығатын қаттаманы бірге дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыз, қаттамаңыз міндетті түрде аралары қатпарлы болып, дәмді болып шығатын болады. Видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Ең алдымен табағымызға мен жылы суымызды құйып, үстінен бір шай қасықта тұз және біраз қасықта кәдімгі өсімдік майыны салып, жақсылап араластырып алдым. Енді үстінен ұнымызды салып, қамырымызды илеп аламыз. Ұнымызды мен өлшеп алдым. Мен осы ұнның судың барлығының өлшеміні описанияда жазып қоятын боламын. Дәл сол құраммен көп те азда салмаңыздар. Осылай қамырымызды илеп алдым. Қамырымыз қатты жұмсақ та, қатты да болмауы қажет. Яғни қолға жабыспайтындай осындай әдемі болып иленді. Енді 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. 15 минуттан соң мен қамырымызды алып, осылай ұнымды сеуіп, қамырымды табағымнан алып алдым. Енді осы қамырымды екі бөлікке бөліп алатын боламын. Яғни екі бөлікке бөліп, осылай домалақ етіп аламыз. Енді екеуінде домалақ етіп алған соң, қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Қамырымыз жұмсақтау болып шықты менде. Қатты жаюға қиналмаймыз. Қамыр егер қатты болып қалатын болса, онда жаюға да және арасындағы майлар сіңуі қиын болып қалады. Қамырымды осылай жайып алдым. Енді қамырымды жайып алған соң, мен пышақпен екі бөлікке бөліп алатын боламын. Дәл ортасынан осылай бөліп алдым. Енді мен 82% маргаринді осылай ерітіп алдым. Енді қамырларымыздың біреуіне жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығамыз. Шеттеріне дейін әдемі болып тиюі қажет. Енді осы маргаринді жағып шыққан қамырымыздың үстінен екінші қамырымды осылай қойып алдым. Яғни барлық шеттер біркелкі болып, жаңағыдай бір-бірінің үстіне қойылуы қажет. Бірі ұзын, бірі қысқа болып қалмасын. Оның да үстінен маргаринімді жағып, енді мен 5 бөлікке бөліп алатын боламын. Достар, егер сіздер қаттамаларыңыздың үлкендеу болғанын қаласаңыздар, онда 3 бөлікке бөліңіздер. Менің сковородкам кішілеу болғаны үшін, мен қаттамаларымды осылай кішілеу етіп 5 бөлікке бөліп шықтым. Енді осылай орап шығамыз және үстінен осылай басып қоятын боламыз. Енді қалған қамырларымызды да дәл осылай орап шығамыз. Орап шыққан соң, шетіні осылай жабыстырып, қалған жерлеріне бірдей етіп аламыз. Менде осындай 5 болып шықты. Енді мұздатқышқа 15-20 минутқа қойып қоятын боламын. Енді қалған қамырларымды да осылай жасап мұздатқышқа қойдым. Менде 10 шақты осылай қаттама шықты. Енді қаттамаларымызды жайып алатын боламыз. Яғни мұздатқышта маргариніміз қатып, жайған кезде қиналмай жайылатын болады. Және маргариндері арасында жақсы сақталып тұрады. Енді міне осылай қамырларымыздың барын жайып алдым. Енді қызып тұрған сковородкаға мен осылай 2 қасық май құйып алдым. Үстінен қызған соң қаттамаларымызды салып осылай орташа отта пісіріп алатын боламыз. Барлық қаттамаларды пісірген кезде 2-3 қасықтан салып отырыңыздар. Яғни қаттаманың үлкендігіне қарай. Енді қаттамаларымыздың екінші жағын аударған кезде осындай көтеріліп піседі. Яғни аралары да өте әдемі болып шықты. Қатты қызған майда пісірмеңіздер, міндетті түрде орташа болуы қажет.
міне осылай көтеріліп екінші жағы да қызғылт түске кірген соң қаттамаларымызды алып аламыз және барлық қаттамаларымызды осылай пісіріп аламыз. Міне біздің қаттамаларымыз дайын болды. Аралары қатпарлы болып, әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер достар. Міндетті түрде қаттамаларыңыз бір жасағаннан-ақ осылай әдемі болып шығатын болады. Менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, менің парақшама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр.